Сынақ үстінде. Сұңқар ұшып жетіледі, тұлпар шауып төселеді. Халық мақалы. Ұрысқа қалай әзірленгенімізді, батальонға Панфиловтың неше рет келгенін, жауынгерлермен не жөнінде әңгімелескенін, жеңіске жетем десең, ұрысқа алдын ала әзірлен деп бәрімізге әлденеше рет айтқан ақылым және басқа талай жайларды әңгіме етсем бе деп едім. Бірақ мұның бәрінен аттап өтіп, төтесінен соғайын. Айтар сөздің қысқасы, белді бекем буынып, ердің өнерін қарудың күшін сынайтын күн туды. Москваның өкпе тұсына келгеннен кейін Волоколамскінің маңына шеп құрып орналастық. Немістің соғыс өнеріне кәніккен, талай елді талап дәніккен, аш бүрідей жалындаған Баугеспе армиясы басым күштің сол техниканың көмегімен сонау батыстағы майданымызды бұзып өтіп, октябрьдің 13 күні біздің шепке жақындады. Тап сол 13 күні барлаушылар алдымызда неміс бар екенін алғаш рет хабарлағанда, батальонға Панфиловтың келгенін айтқан. 2 стакан қою шай ішкен соң Панфилов сағатына қарап, рахмет жолдас Момышұлы, әбден қандым, енді шепке барайық деді. Біз сыртқа шықтық. Анадай жерде орман шетінде генералдың машинасы күтіп тұр екен. Артқы дөңгелектерін шынжырмен мықтап ораған. Болат тізбектердің арасына қара қошқыл тартқан қар кептеліп қалыпты. Төңіректің бәрі әппақ қар. Шанамен ғана жүретін кез келген. Күн қабаты шытулы. Көк жүзін сұр бұлт торлап алыпты. Күндіз қыландап белгі берген күн көзі қазір ғайып болған. Тек көкжиек қана аңтарылып тартып тұр. Мезгіл кешке таянса да, ақ қардың әсерімен айнала әлі де жарық сияқтанды. 5 минутта біз 2-ші ротаға барып жеттік. Панфилов траншеяларды аралап, неше қабат бөрелерінермен жапқанын атыс ұяларына кіріп, жарегінің алдында жақты көзімен шолды. Атуға ыңғайлы мекен деп, жаректен мылтықты көздеп бақылады. Жауынгерлерге тамақтарын тоқпа, темекілерің жете ме деген сияқты жай сұрауларын білдірді. Менің байқағаным, генералдың сұрауына дәл жауап қайтарғанымен, оның айтқан әзіл қалжыңына сырттан шырай бергенімен, жауынгерлердің ойында басқа бір діттегені бар. Генералдың аузынан ұрыста демеу боларлық, айқаста арқау боларлық өзгеше бір сөз естісек екен деп күткен сияқты. Жауынгерлердің қазіргі көңіл күйі маған мәлім. Бүгін барлаушылардың әкелген хабары оларға түгел тараған. Бірнеше окоптар алаған соң, Панфилов әлі де суық атпай қарауытып жатқан Роза өзенін жағалай үнсіз ілгері жүрді. Ойға шомған кезде оның төмен қарай жүретін әдеті еді. Қазір де сол кейіпке кетіп барады. Жол жөнекей бөркін түзеп, рота командирі Севрюков генералға қарай жүгіріп келеді. Бөркіннің астынан ақ кірген самай шашы жылтырап көрінді. Оның соңынан 3-4 алым жерде бірнеше жауынгер ілесе жүгіруде. Панфилов оның рапортын тыңдап болған соң, мына нөкерлерің кімдер деп сұрады. Менің хабаршыларым, жолдас генерал. Ылғи өстіп соңымыздан жүгіре жүре ме? Енді қалай, жолдас генерал? Ойда жоқта бірдеңе бола қалса? Өте жақсы. Сіздің окоптарыңыз да оңды екен. Жолдас Севрюков. Бұрынғы бас бухгалтердің 2 беті алдырап, жүзінде шаттық белгісі ойнады. Егер сіз ротаны жинап әңгімелеспекші болсаңыз, қасымда тақ тұрған хабаршыларым бар. Жібере қояйын деп едім. Жолдас генерал деп үн қатты ол байсалды пішінмен. Бұларды желаяқ деп атауға болады. Жина деп бұйрық етсеңіз, рота 20 минутта асына жетіп келеді. Панфилов сағатын алып қарап сәл ойланып тұрды. 20 минутта дейсіз бе? Я, жолдас генерал. Өте жақсы. Ал айтыңызшы, жолдас Севрюков, ротаны сонау жерге қанша минутта жинай алар едіңіз? Кілт бұрылған Панфилов Розаның арғы жағын нұсқап көрсетті. Сонау жерге ме деп сұрады Севрюков. Иә. Севрюков генералдың сұқ қолына сонан соң саусағы мен нұсқаған жаққа қарады. Кеш батар мезгіл таянғанмен айнала әлі жарық болатын. Қазір генерал өзінің арғы бетіндегі орманды нұсқап тұрғанын айқын еді. Сонда да Севрюков арғы жағыма деп қайта сұрады. Иә, арғы жаға, жолдас Севрюков. Севрюков қарауытқан су бетіне қарады. Онан соң мойнын бұрып, дөңестің тасасына көрінбей тұрған 1,5 километр жердегі көпір жаққа көз жіберді. Сөйтті де қалтасынан бір орамалын алып, қатты бір сіңбіріп, тағы да су бетіне қарады. Панфилов үндемей оның жауабын күтіп тұрды. Мен білмей тұрмын. Кешіп өту керек пе, жолдас генерал? Орта шенінде су кеңірдектен келеді. Жұрттың үсті басы су болады ғой. Жоға, суға салып не керек? Жаздың күні емес, есебін тауып, кебі күйінде соғысқанымыз жақсы. Ал неше минутта жинай аласыз, жолдас Севрюков? Білмей тұрмын, жолдас генерал, минутпен іс бітпес. Панфилов маған қарай бұрылды.
әр сөзін салмақтап: нашар екен жолдас Момышұлы, деді ол. Генералдың аузынан нашар деген сөзді алғаш естігенім осы. Бұдан бұрын да соңыра Москва түбінде болған ұрыстар кезінде де мұндай сынға іліккен емеспін. Нашар екен, деді ол тағы да. Неге өткел жасалмаған? Қайықтардың салдарын неге жоқ? Жерде дұрыс окоптар қазып, ойдағыдай бекітіп алыпсыңдар. Енді неміз қашан тиісер екен деп күтіріп отырмақшысыңдар ма? Бұларың келіспейді. Қарап отырғанша бетпе-бет ұрыс салдарын пайда болса қайтпексіңдер? Жаудан бұрын өздерін қару жұмсауға жағдай туса ше? Бұған дайынсыңдар ма? Қазір жау көзінің еті өсіп, есіріп кетті. Осыны пайдалану керек. Бірақ бұл жағын ойланбапсыз жолдас Момышұлы. Генерал бұл жолы ежелгіден ерекше түсін суытып, шынбайма батыра-батыра қатал сөйледі. Бетімнен отым шығып, оның алғашқы сөгісін тік тұрып тыңдадым. Панфилов тағы да Севрюковқа қарап: сонымен жолдас Севрюков, арғы жағаға тез өтіп үлгере алмаймын десеңізші. Оныңыз нашар екен. Бұл жағын ойланып көріңіз. Ал флангіден өкпе тұстан шеп бұрып орналасуыңызға қанша уақыт керек? Флангімен бе? Қай жерден шеп құру керек жолдас генерал? Панфилов батальонның басқару пункті орналасқан ормаған ағашының әлгіде ғана біз машинамен ақ қарпетін айғыздап, тыңнан жол салып келген жақты нұсқады. Міне жолдас Севрюков, шебіңіз сонау орманнан өзен жағасына дейінгі екі аралықта болады. Міндетіңіз батальонды өкпе тұстан флангіден қорғау. Севрюков ойланып тұрып: 15-20 минутта үлгерем жолдас генерал, деді. Панфилов елеңдеп: ойша соғып тұрған жоқсыз ба? Кәні көрейік. Басқарыңыз жолдас Севрюков, уақытты белгілеймін, деді. Севрюков қолын шекесіне апарып кілт бұрылды да анадайда тұрған хабаршыларына қарай аяндады. Айтулы жерді көзімен шолып жарты минуттай үнсіз тұрды. Мен оған көзіммен ишара етіп: ойбай-ау, сызылып тұрғаның не? Сырылбыр болмасаңшы, тез деп асықтырамын. Кенет менің құлағыма: бәрекелді, ойланып тұр деген сыбыр естілді. Осыны айтып Панфилов жылы шыраймен маған басын изеді. Оның жүзінде әлгі ызғар жоқ еді. Ол бар зейінімен Севрюковтың қимылын бақылап тұрды. Енді Севрюков хабаршыларына белгі нысаналарын көрсете бастады. Біз оның пулемет взводы артқы жақтан қорғайды. Ең соңында өзі барады. Мұратов, жүгір деген сөздерді естідік. Панфилов мақұлдап басын изеді. Алматы темекі фабрикасының бұрынғы бас бухгалтері 40-тағы лейтенант қазір оған ұнап қалған еді. Аласа бойлы, мығым денелі татар жігіт Мұратов бұл мезгілде соқта қарды етегінің өкшесімен лақтыра құстай ұшып бара жатты. Оның артынан бір жаққа екіншісі, екінші жаққа үшіншісі жүгіре жөнелді. Соғысқа дейінгі педагогика институтының студенті болған ұзын бойлы Белвицкий орманға қарай тартты. Айтулы аралықта жетіп, Белвицкий маяк есебінде тұра қалды. Қателесті-ау, оқ атылып жатқан кезде өстіп түрегеп жүре ме екен деп ой басыма сап ете түсті. Бірақ осыны сезген Севрюков анаған бұқ дегенде қолымен ишара ете бастаған еді. Белвицкий түсіне қоймады. Севрюков өзі бұғып отыра қалып еді. Жігіт сонда ғана пайымдады. Ымырт жабылып, айнала күңгірт тарта бастаған еді. Ақырында орманға бет ала қараңдап жүгірген бірінші тізбек көрінді. Ауыр пулеметті артына еңкейе ілгері ұмтылып бара жатса да, көп ішінде ірілігі мен көзге түскен қақпақ бажауырындай қапсағай Калимолдинді айқын ажыраттым. Пулемет взводы тез жата қалды. Атқыштар алагеуімде көзге әрең түсетін винтовкаларын кезей ұстап, жүгіре бастап пулеметшілерден әр өтті. Олар да жер бауырлап жата қалысты. Лезде ақ қардың бетінде бейне көп нүктелі сызықтай жаңа қорғаныс шебі пайда болды. Панфилов қолындағы сағатына ауық-ауық қарайды. Сағаттың біркелкі сырт-сырт дыбысы менің құлағыма дұрыс деп сыбыр қаққан сыншының үні тәрізденіп кетті. Мен сондағы бойынды алған сезімді қанша әсерлеп айтқанымен сізге жеткізе алармын ба? Қолдан келген өнерімді, бар еңбегімді жұмсаған батальоным өз баламдай, өз өренімдей ыстық көрінбей ме? Оның жақсылығы маған абырой, кемістігі бойыма мін емес пе? Солай болғасын да, устав бойынша өз батальонымды мен де батауға хақым да бар ғой. Осы күйде қуанбасқа, не сүйенбеске не? Бірақ бөтен бір ой екінші жақтан келігіп мазалайды. Жазық алаңда, жаңбырша оқ жауғанда, айналаны жаңғырықтарда, снаряд пен мина жарылып жатқанда, осылай шебер қимылдар алар ма екенбіз? Сондай жағдайда біреу қоршап келеді деп байбаламсап, орманға қарай тұра қашса, не болмақ? Оның артынша басқалар дүрлігіп, үрке жөнелмесіне кім кепіл? Жоқ, азғынды табанда командир жоқ қылады. Үрейшілді жауынгердің өздері атып тастайды. Сырт соққан сағатқа жүрек үн қосса, сенемісің деп лүпіл қағады.
құшырланып, сенем деймін ішімнен. Жауынгерлер бірде оқтай зымырап, бірде жата қалысып, мезгеулі жерге жетіп те үлгерді. Жетісімен-ақ қол күректерімен қарды үңгір бекітіп бастады. Севрюковтың жел аяқтары да қайтып келген еді. Ақтық күн шапағаты мен күрең тартқан дала бетіндегі пулеметті арқалай жүгірген Калимолдиннің алып тұлғасы да көрінді. Қайтадан шеп құрған ротаның абайшысы пулемет взводы да атқыштар қатарына барып орналасты. Кейіндеп қалған ең соңғы біреу қалбалақтап жүгіре қарға етпеттей құлағанша күтіп тұрған Севрюков енді Панфиловқа келді. Жолдас генерал, сіздің бұйрығыңыз бойынша рота флангіне барып бекінді. Сіз көрсеткен қорғаныс шебіне орналасты. Панфилов көзін сығырайта сағатына қарап басын көтерді. Тамаша, деді ол масаттанып. 18,5 минут өтті. Өте жақсы жолдас Севрюков, өте жақсы жолдас Момышұлы. Енді жауынгерлерге рахмет айтпай кетпеймін. Осындай ер жүрек қаһармандарымыз барда немісті соға білмеске несіне тірі жан атанамыз. Бізге бұдан артық қандай жауынгерлер керек? Жолдас Севрюков, енді ротаны осында келтіріңіз. Хабаршылар тағы да жүгіріп кетті. Көп ұзамай взводы мен сап түзеген жауынгерлер генералдың айналасына тізіле бастады. Севрюков сапты реттеп смирно деп команда берді де генералға мәлімдеді. Қараңғыда жауынгерлердің жүздері көрінбегенмен саптың бейнесін айқын ажыратуға боларлық еді. Панфилов көп сөйлеуді ұнатпайтын. Әмісте ол алқа қотан отырған жауынгерлермен емін-еркін әңгімелесуші еді. Бұл жолы генерал жауынгерлер алдында қысқаша айналасы 2-3 минут сөз сөйледі. Тұла бойын кернеген қуаныштың әсерімен ол жауынгерлерді бірден-ақ мақтауға кірісті. Мен көпті көрген қарт солдатпын. Қарт солдат есебінде турасын айтайын жолдастар, деді ол қоңыр дауыспен. Сендердей арқа сүйерлік айбын жауынгерлері бар, менде генералға ешқандай жау қорқынышты емес. Қараңғыда жүзі көрінгенмен дауысынан оның қуаныш пен тебіреніп тұранын аңғартуға болатындай еді. Біраз үн қатпай тұрып, сон өзімен өзі сөйлескендей генерал тағы да сөзге басты. Жауынгер дегеніміз кім? Жауынгер деген өзінен үлкендердің бәріне бағынады. Әрбір командирдің алдында табаннан тік тұрады. Бұйрықты сөзге келмей орындайды. Ескіше айтқанда, жауынгер төменгі дәрежедегі адам. Бірақ жауынгерсіз бұйрық бола ма? Ол нәтижесіз ниет, бәтуасыз ой, құр қиял болып шығады. Жауынгер ұрысқа жөнді әзірленбеген болса, ең жақсы, ең дана бұйрықтың өзі нәтижесіз ниет, құр қиял күйінде қала береді. Тұтас армияның ұрысқа әзірлігі ең алдымен жеке солдаттың ұрысқа әзірлігі деген сөз. Жауынгер соғыста үлкенді кішілі командирдің бұйрығын, халықтың, отанның әмірін жүзеге асыратын, әр ұрыстың тағдырын шешетін негізгі тұлға. Панфиловтың сөзі жауынгерлердің зор ықыласпен тыңдап тұрғандығы айқын еді. Роталарымыз ұрыста да тап осылай өздерінде қимылдаса, бұйрықты дәл осылай орындаса, онда неміс Москваның маңайына да жолай алмайды. Ұрысқа үздік әзірленгендерің үшін, адал қызметтерің үшін алғыс айтамын жолдастар. Генерал осыны айтқанда, жұрттың бәрі айналаны жаңғырықтыра, бір дауыспен Совет одағына қызмет етеміз деп жауап қайтарды. Айнала тағы да жым-жырт бола қалды. Рахмет, жолдас Севрюков, деді генерал, рота командирінің қолын қысып. Сендер тұлпар болсаңдар, мен де тұлпармын. Сендер сұңқар болсаңдар, мен де сұңқармын. Көңілді тасытып, кісіні ұшпаққа шығаратын бұл сөз жұртқа түгел жеткендей еді. Панфиловтың жылы лебізі, құлаққа жағымды үні тағы да оның қуанышты кейпін танытқандай. Ал жауынгерлердің сондағы көңіл күйі қандай болды дейсіз ғой. Генералмен қосыла олар да күндей жадырады да, әлде іштегі күдік тарқамай жай тұнжап тұрды ма, онысын байқай алғам жоқ. Қараңғы түнек ішінде де, тым тырыз тұрған халде де адамның көңіл күйін, сыртқы шырайын айқын сезетін кезең болады ғой. Бірақ бүгінгі естіткен сөгістен кейін көңіліме орныққан дық кетпей, менде бұл кеште қуанарлық лебізге керена аудартып, өзгеден оқшау тұрғандай едім. Сөйтіп, ротаның бұл жолғы көңіл күйін сезінбедім. Оның сыртқы бейнесі де көзіме әсерлі көрінбеді. Бұл да ескен сөгістен қатар істелген бұл үлкен қателікке орай менің тартқан жазам секілденді. Ол қателігім қайсы? Генералдың күндізгі айтқан ауыр сөздерін тізбектеп есіме түсірдім. Мұндай ойдың ұшқыны да көрінбейді деп ол жауға соққы беруді ишаралап жебе тарта жүргізді. Ой демекші, жете екшелмеген, көңілге тоқылмаған, тиянағын таппаған бір іс бар секілді.
Әңгіме мин алаңында ғана емес, өткел жабдығында ғана емес, әңгіме жауынгердің жан жүйесінде. Ол не? Сұңқар ұшып жетіледі, тұлпар шауып төселеді дегендей, ұрысқа белсене кіріспей, тұңғыш жеңістің шаттығын сезбей, кісі шындалмайды, жауынгердің жан дүниесінде өзгеріс тумайды. Міне, бізге керегі сол жеңіс. Жеңіс. Генералды машинаға дейін ұзатып салдым. Машина жиегіне бір аяғын қойып маған бұрылды да, барлау жұмысын қадағалап жүргенсіңіз, деді ол. Жұртта әлсін әлі алға жіберіп тұрыңыз. Олардың бір шұңқырға ертеден қара кешке дейін бүгіліп отыруына келетін пайда аз. Онан да ұрыс алдында жауға кезге бергені мақұл. Қолында алып қоштасып тұрып ол. Батальонның бір ғана кемістігі бар екенін сіз білемісіз, жолдас Момышұлы? Немістері бір төмпештеп алсаңдар, ол кемістік жойылар еді, деді. Мен елең ете түстім. Менің көңілге түйгенім де, қалағаным да осы еді. Онда бұл жай батальон болмайды, жолдас Момышұлы. Ол нағыз таскесер болат болады. Мұндай болаттың жүзін дүниеде еш нәрсе кетілте алмайды. Ұқтыңыз ба? Ұқтым, ақсақал. Ақсақал деген сөздің аузынан қалай шыққанын байқамайда қалдым. Аталық ақылын айтқан, даналық сөзімен көңілдің кірін кетірген құрметті кісіге менің өз еркімнен тыс қайтарған жауабым осы болды. Менің қолымды қысып тұрып, күтіп отырмай қарманын қалыңыз, ебін тауып соға біліңіз. Соққанда ойлап соғыңыз. Осы жағын ойлаңыз, жолдас Момышұлы, деді ол. Қараңғы мені түстеп көргісі келгендей бетіме үңіліп, ол тағы да ұқтыңыз ба деп сұрады. Ұқтым, жолдас генерал. Панфилов менің қолымды екі қолымен қысып қоштасты. Бұл мәпелегені еді. Есігі тарс жабылып, көмескі сәулелі шамын жаққан машина қардың бетін жосадай тіліп ілгері ұмтылды. Мен көз жазбай, бір орнымнан тапжылмай, генералдың соңына көпке дейін қарап тұрдым. Түн ішінде біз барлау кестесін бастадық. Сызуға шебер Рахимов кестені әдемілеп қағаз бетіне түсірді. Әр ротадан бөлінген 3 бөлімше таң сәріде жауды барлауға 3 тарапқа жіберілді. Осы ретпен әрбір сағатта белгіленген жоспар бойынша бөлімшеден соң бөлімше өзеннен өтіп, алдағы жаяу таянған жаққа кетіп жатты. Әзірше жауынгерлердің алдына қойылған міндет тірі немісті көзімен көріп қайту ғана. Бізге қастық ойлап келе жатқан жау, ауздан от шашқан айдаһар да емес, жалғыз көзді, жалмауыз да емес, терісі сауыт, жестірнақ та емес, ол өзіміз сияқты екі аяқты адам. Бірақ адам болғанда басқаны құлданып, қанын ұрттап, мал табуды мақсат еткен құлқыны бұзық қарақшы адам. Оның етінен оқ та, найза да өтетін, оны өлтіруге әбден болады. Міне осы жайды жауынгерлер білсін, қас жауын өз көзімен көрсін дедім. Барлауға шыққандар орман-орманды паналай, немістер жатқан қыстаққа жасырын жақын барады. Жергілікті адамды кездестіріп, немістің не істеп, не қойып жатқанын, жау саны қанша екенін сұрастырады. Сонан соң қалқадан, тесіктен, тал мен шөп арасынан сығалап өздері қарайды. Әрине, алғашында бұлай айту оңай соқпайды. Жүрексіну де, батпаушылықта болады. Бірақ бірте-бірте бойы үйреніп, қорқыныштың орнына әуестік туады. Бөлімшеден соң бөлімшеге қайтып келеді. Барлауға қатысқан жауынгерлер көрінген, білгенін, қыстақтағы немістердің не істегенін, қалай жүретінін, бірдеме деп даңғырлап сөйлескенін, тауықтың атып, әйелдер мен балаларды шошытып, мәз-мәйрам болып күлімсітетінін баяндайды. Рахимов әңгімені бастан аяқ жазып алып, қосымша сұраулар арқылы жаудың санын, қаруының түрін, қай жаққа бет алып бара жатқанын анықтайды. Мен осы жұрттың мәліметіне құлағымды түгем, жүздеріне қарап, белдерін ажыратамын. Көпшілігі лепіріп қайтады, әңгімесін құлпыртып айтады, ал кейбіреулері көзінің мұңының ізі білінеді, кібіртіктеп сөйлейді. Бұлар әл әзір қорқыныштан арылмаған, жүректің лоблуын, көңілдің қобалжуын басып үлгермеген адамдар. Курбатов басқарған бөлімше өзгеше көңілденіп қайтты. Екі өкшесін сарт еткізіп, қолын шапшаң шекесіне апарды да, Курбатов қара көздері күлімдеп маған рапорт берді. Баяндауға рұқсат етіңіз, жолдас комбат. Сіздің бұйрығыңыз орындалмады. Қалайша, сіз атпа деп бұйырып едіңіз. Менің қолым қышып кетті. 2 рет оқ аттым. Жауынгер Гаргуша да атты. Сонымен қайттыңдер. Екеуін сұлаттық, жолдас комбат. Бір әйелдің шошқасын тартып алғалы жатыр екен. Шыдай алмадық. Әйел біреуінің етегін ұстап алыпты. Жығылса да жібермей бай балам салып жатыр. Неміс оны 1-2 рет бастан теуіп қалды. Намысымыз келді. Сосын көздеп тұрып басып қалдық. Сөйтіп 2 немісті де жер қапты. Өзіңізге айтқан темекі жорығы кезінде гранат орбасынан зәбір көрген Гаргуша да сөз қыстырды. Менің тағы бір себебім болды, жолдас комбат. Қандай себеп? Гаргуша жолдастарына қарап көзін бір қысып қойды.
Біз секілді пақырын қолымен байқамасам, көзіме көргеніне оңайлықпен нана қоймайды. Ал сонымен байқадың ба, оқ өтемеген немістен? Байқағанда қандай жолдас Комбат? Бірақ ол ма? Мен оның енесін деп боғауызды былш еткізгенде жұрт ду күлді. Мен де бұлардың лепіріп айтқан әңгімесін қызыға тыңдадым. Бір кезде менің қасыма пулеметшілер салмақты Блоха, Қапсағай Калимолдин, көзілдірікті Мурин келді. Жолдас Комбат, сізге бір арыз айтуға рұқсат етіңіз, деді Блоха. Айтыңыз. Блоха Калимолдинді шынтағымен түртіп қалды. Мурин оны арқадан бір нұқыды. Сонда Қапсағай жылтыр қара жігіт мүдіріңкіреп сөз бастады. Жолдас Комбат, не айтасың? Бізге ұрыспайсыз ба? Ұрыспаймын. Жолдас Комбат, жұрттың бәрі немісті көріп кеп жатқанда пулеметшілердің бармайтын жазығы не? Бізді жіберсеңіз қайтеді? Біз о жақ басында отырғанда Гаргушада немісті атып кепті. Біз одан кембіз бе? Пулеметпен қалай жібермекпін сендерді? Пулемет осында болуы керек. Аз уақытқа ғана рұқсат етіңіз, жолдас Комбат. Көреміз де қайтамыз. Енді Мурин да қосарлана сөйледі. Түнделетіп қайта ораламыз, жолдас Комбат. Түнде барсақ та көреміз ғой. Бір жерге өрт қойсақ, немістер үркіп далаға шығады. Бізге де оқ атуға рұқсат етіңіз, жолдас Комбат. Бүгін батальонның бейнесі өзгеріп, жұртқа бір жігерлі сезім пайда болғанын байқадым. Олай дейтінім, әлгі Мурин қызық адам. Көптен бері менің байқағаным ол батальонның айнасы секілді. Жұрт сұйла бастаса, ең алдымен мұның да еңсесі түседі. Басқалардың көңілі көтеріңкі болуы мұның да жігері тасиды. Әзірше суғаруы кем, шыңы жетпеген Болат Семсер секілденген батальонның қалпы осындай еді. Алдында ғана Панфиловтың дүниеде еш нәрседе келтілте алмайтын Болат Семсер жөнінде айтқанын білесіз. Оның айтқан көңіл күйін, берген нұсқауларын тереңнен толған жауынгерлердің шырайын, барлаушылардың сөзі мен емеуріннің әкелген мәліметтерін топшылап, зерттелген сайын көптен жадымда жүрген бір ой айқындала бастады. Сол ойдың ұшында отырып, мен пулеметшілерге былай жауап қайыртардым. Жарайды, Калимолдин, айтқаныңның жарасы жеңіл. Күні ертең сендерге жұмыс табылады.